Саламатсыздар ма студенттер? Бүгін сіздермен жұмыс органдары және әсер ету объектілері пәні бойынша дәрісімізді бастаймыз. Дәріскер, көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы PhD Жүнісбекова Жанар Жұмашқызы. Тақырып 1. Пән туралы жалпы мағлұмат, жер қазу жұмыстарының жұмыс мүшелері. Дәрістің жоспары, жұмыс мүшелерінің құрылымы, жұмыс мүшелерінің негізгі параметрлері және топырақты кесу және қазу теорияларын қарастырып өтеміз. Пәннің сыйымдылығына тоқталып өтсек, толық оқу түрінде оқитын студенттерге 5-ші семестрде бұл сабақ беріледі. Жалпы кредиттер саны 5, дәрістерге 30 сағат бөлінген, практикалық сабақтар қарастырылмаған, зертханалық сабақтар 15 сағат бөлінген, бақылау түрі емтихан, студенттің оқытушымен өзіндік жұмысына 15 сағат берілген, студенттің өздік жұмысына 85 сағат, қорытынды сағат 150 сағат берілген. Жұмыс органдары және әсер ету объектілері пәнінің мақсаты, құрылыс жол машиналарының мүшелерімен, соның ішінде жер қазатын көліктерімен, жол машиналары және олардың жұмыс істеу барысында әртүрлі объектілерге әрекет етумен танысу болып табылады. Көлік халық шаруашылығының үлкен және маңызды адам еңбегін және ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерінің нәтижелерін қолданудағы өте үлкен саласы болып табылады. Құрылыс, жол және коммуналды машина жасау құрылысы халық шаруашылығының маңызды саласы болып табылады. Саланың өнімі азаматтық, индустриалды жол және аэродром құрылысының технологиясын кешенді механикаландыру, автоматтандыру және роботтандырудың негізін құрайды. Осыған орай, тақырыпқа орай, жұмыс органы дегеніміз не? Соған тоқталып өтейік. Жұмыс мүшесі, яғни машинаның жұмыс мүшесі дегеніміз жұмыс операцияларын орындайтын машинаның бөлігі. Орындалатын технологиялық операциялар мен өңделетін материал түріне байланысты жұмыс органдары алуан түрлі болып келеді. Жол құрылыс машиналарының басты ерекшеленетін белгісіне қарай жұмыс мүшесінің бар болуы жатады. Машиналар аз мақсат қызметіндегі бір жұмыс мүшесімен жабдықталуы мүмкін, немесе көп мақсаттағы бірнеше операцияларды орындайтын, бірнеше мақсаттағы жұмыстарды орындайтын жұмыс жабдықтарымен, яғни ауысымды жиындармен жабдықталуы мүмкін. Жұмыстарды өткізудің технологиялық үрдісі бірнеше яғни негізгі және қосымша операциялардан тұрады. Негізгілеріне ол топырақты өңдеу, оны тасымалдау, төсеу, жоспарлау және тығыздау үрдістері жатады. Қосымша операцияларға құрылыс алаңын дайындау, оларды топырақты қопсыту, суды, яғни төмендету жұмыстары осы қосымша жұмыстарға жатқызамыз. Орындалатын операцияларына байланысты машиналарда сонымен қатар негізгі және қосымша болып бөлінеді. Қызметі бойынша құрылыс жол машиналары келесі түрлерге бөлінеді, яғни көліктік машиналар болып бөлінеді. Тасымалдаушы машиналар, яғни тасымалдаушы машиналар берілген жолмен көлемді сусымалы жүктерді үздіксіз, яғни ағынмен жылжытуға арналған тасымалдаушы машиналар болып табылады. Тиеу түсіру машиналары бұл көлікке ірі мөлшерде сусымалы материалдар мен жеке тауарларды тиеуді және оларды көліктен түсіруді іске асыратын машиналар жатқызамыз. Тиеу түсіру машиналарына тиеуіштер жатқызамыз. Тиеуіштердің өздерінде ішінде яғни түрлері болады. Ол фронтальды тиеуіштер, ашалы тиеуіштер, үздіксіз әрекеттегі тиеуіштер сияқты болып бөлінеді. Келесі машиналар тобы ол жүк көтергіш машиналар, яғни жүктерді аз қашықтықта
уақытта еркін кеңістік жолмен тасымалдайтын циклдық әрекеттегі машиналар, яғни оларға біз крандарды жатқызамыз. Қазіргі таңда 20-дан астам кран түрлері белгілі. Келесі машиналар тобы қадалық жұмыстарға арналған машиналар, яғни бұл машиналарға бұрғылау машиналарын жатқызамыз. Құрылыс тасты материалдарды қайта өңдеу және сұрыптауға арналған машиналар, жабдықтарды жатқызамыз. Яғни бұлған ұсатқыштарды, мельницаларды жатқызуға болады. Олар да конструкциясына байланысты түрлерге бөлінеді. Яғни мына слайдта көріп тұрсаңыздар, яғни конусты ұсатқыштың схемасы берілген, жалпы көрінісі берілген, және білікті ұсатқыштың конструкциясы берілген. Астыңғы суретте жылжымалы ұсату, сұрыптау жиынының суретін көруге болады. Және тасты материалдарды сұрыптауға, сұрыптауға арналған, яғни илеу құрылысын көруге болады. Келесі машиналар тобы ол бетон және ерітінді қоспаларын дайындауға, тасымалдауға, төсеуге және тығыздауға арналған машиналар, бетон тасығыштар, яғни автобетон араластырғыш машиналарды суретін көреміз. Жолдарды жөндеу және күтіп ұстауға арналған машиналар тобына бөлінеді. Яғни жазғы уақытта, қысқы уақытта автомобиль жолдарын қауіпсіздікті сақтау, яғни жолға күтім жасау мақсатында осында машиналар қолданылады. Яғни сыпыру, жинау, жуу машиналары, яғни КАМАЗ, автомобиль, трактор базаларындағы машиналарды жатқызамыз. Одан кейін негізгі операцияларды орындайтын машиналардың тобы ол топырақтарды тығыздауға арналған машиналар, яғни катоктар, қазақша айтқанда аунақтарды жатқызамыз. Олардың өздері, яғни жұмыс мүшесі аунақтардың көмегімен жол салған кезде, яғни аэродромдардың құрылысы кезінде қолданылатын негізгі машиналар тобына жатады. Жол тасымал тығыздау машиналарына жатқызамыз. Содан басқа әрлеу жұмыстарына арналған машиналар, қол машиналарын қарастырамыз. Ең көп тараған, яғни құрылыс саласында ол жер жұмыстарына арналған машиналар, яғни үймереттер, жолдар, әуежайлар салуда және жер асты коммуникациясын жүргізуде, гидротехникалық, мелиорациялық, ирригациялық жұмыстармен, кен байлықтарын карьерлерде өндіруде осы жер қазу жұмыстарын орындайтын машиналардың маңызы өте зор. Яғни бүгінгі сабағымызда жер қазу жұмыстарын орындауға арналған машиналардың жұмыс мүшелерін қарастырып өтеміз. Яғни мына слайдта көріп тұрғандарыңыздай, яғни бір шөмішті шынжыр табанды экскаватордың суреті берілген, және екінші суретте жер қазатын машиналардың бірі, ол қазып тасымалдайтын машиналардың бірі, автогрейдердің сұлбасы берілген, және бульдозердің шынжыр табанды жартылай сфералық қайырмамен жабдықталған бульдозерді көруге болады. Бірінші жер жұмыстарына арналған машиналардың кең таралған жұмыс мүшесі ол тіс болып табылады. Тіс ол топырақты жалпы сілемнен бөлуге, ажыратуға арналған машинаның бір бөлігі. Тіс қай жерде қолданады? Тіс ол қопсытқыштарда, кирковщиктерде, бұтақ жұлғыштарда машиналардың, және де экскаваторлардың жұмыс мүшелерінің бір элементі ретінде қолданылады. Содан басқа қайырмада, жаңа айтып кеткендей, нақты басқа бір жұмыс мүшесінің бір элементі ретінде қолданылады. Тістің негізгі параметрлеріне ол тістің биіктігі, яғни жұмыс мүшесінің құрылымына және машинаның күштік параметрлеріне байланысты қолданылады. Екінші параметрі ол тістің ені, жұмыс мүшесінің құрылымына және тістің беріктігіне байланысты қолданылатын параметр болып табылады. Үшінші параметр, яғни ол бұрыштар, яғни кесу бұрышы,
тістер үшін 35-50 градус аралығында, ұштау бұрышы 30-40 градус арасында және артқы бұрыштар, яғни 5-7 градус болады. Бұл тіске қатысты жалпы мағлұмат. Тіс өзі негізінен конструкциясына тоқталатын болса, тістердің конструкциясына тіс ұштамадан тұрады, наконечник дейді, орысша айтқанда ұштамадан тұрады, накладкадан тұрады және тіреуден тұрады. Мына екінші суретте көрсеңіздер, яғни тіреуіміз сталь 17G1S материалынан жасалған, болаттан. Екінші материалымыз, яғни накладкамыз, ол сталь Raix материалынан жасалған және ұштамасының, яғни олда болат материалынан жасалған, алынып, салынбалы түрде болады. Материалдың абразивті ортамен жұмыс істеуіне байланысты, яғни тез тозуына әкеледі. Соның салдарынан, яғни ауыспалы түрде жасалған. Грунттарды, топырақтарды қопсытатын тіс, бұл қатты түскен топырақтарды жоғарғы беріктікті тау жыныстарын қопсытуға арналған аспалы құрылғы болып табылады. Жоғарғы беріктік қасиеттеріне ие, тозуға төзімді материалдардан дайындалады. Яғни, мынандай құрама тіс қопсытқыштардың конструкциясын қарап көруге болады. Мына слайдта қопсытқыштың тістерінің түрлері берілген. А суретте иілген тіс, Б суретте тік тістің схемасы берілген, В суретте жартылай иілген тіс және Г суретте иілген ұштамасы бар тістің суретін көріп тұрмыз. Тістер, яғни статикалық қопсытқыштарда, автогрейдерлерде, экскаваторларда жеке жұмыс мүшесі ретінде қолданылады. Мына слайдта, яғни статикалық қопсытқыштың артқы бөлігінде орналасқан тістің конструкциясын көруге болады. Мына слайдта, яғни тістердің әртүрлі, яғни жер қазатын машиналардың, жер қазып тасымалдайтын машиналардың, яғни жеке бір жұмыс мүшесі ретінде қызмет атқарып тұрғанын көреміз. Автогрейдер машинасының базасындағы алдыңғы және артқы бөлігінде орналасқан тістің суреттері берілген. Сонымен қатар автогрейдердің кирковщик, яғни қосымша жұмыс мүшесі, кирковщик қопсытқыш тістер қатты және тасты грунттарды құрылыста, сондай-ақ жұқа асфальттарды, яғни олардың қалыңдығы 8 сантиметрге дейін асфальттарды бұзуға, сындыруға арналған. Мына слайдта, яғни экскаватордың жұмыс жабдығы ретінде тіспен жабдықталған схемасын көруге болады. Схемасын және жалпы көрінісін көруге болады. Одан басқа азу қопсытқыш тістер болады. Олар тығыз және қатқан, яғни үсіген топырақтарды қопсытуға, жол жабындарын демонтаждауға және тамырларын, яғни ағаштардың тамырларын жолға арналған аспалы құрылғы болып табылады. Қопсытқышты бекіту үшін, яғни шөмішті бекіту үшін бірдей бөліктер қолданылады. Азу қопсытқыш бұл жоғары беріктігі бар болаттан жасалған тұтас құрылым болып табылады және оны қолдану оңай болып келеді. Экскаватор немесе экскаватор тегіштің жебесіне орнатылады. Мынандай түрде қолданылуы мүмкін. Мультиқопсытқыш тістер, бұларда берік және үскен грунттарды қопсытуға, түптерді бұтақтауға арналған аспалы жұмыс мүшелеріне жатады.
яғни тістердің конструкциясы алуан түрлі, яғни олар алдында айтып кеткендей әртүрлі жұмыс мүшелерде, шөміштерде, қайырмаларда, бұтақ жарғыштарда және тағы басқа жұмыс мүшелерінде жеке кесу элементі ретінде қолданылады. Тістің схемасы берілген. Мына жағдайда шөміштің бір элементі ретінде көруге болады. Екінші жұмыс мүшесі ол жазық кесу пышағы. Жазық кесу пышағы жалпы сілеммен топырақтың жоңқасын бөліп алуға арналған және оны қайырмаға немесе тасымалдайтын жұмыс мүшесіне бағыттайды. Яғни жазық кесу пышағы машиналарда, грейдер элеваторларда және басқада жұмыс мүшелерімен, шөмішпен, қайырмаларда жеке жұмыс мүшесі ретінде қолданылады. Негізгі параметрлеріне пышақтың ені, бұл жұмыс мүшесінің құрылымдық параметрлік өлшемдері мен машинаның күштік параметрлерімен анықталады. Пышақтың кесу бөлігінің ұзындығы яғни бұл да жұмыс мүшесінің құрылымына және беріктігіне байланысты алынады. Және бұрыштар 45 кесу бұрышы 45-55 градус аралығында, ұштау бұрышы 35-45 градус аралығында және артқы бұрыш 10-12 градус аралықта болады. Бұл жазық кесу пышағының негізгі параметрлеріне қатысты. Негізгі жазық кесу пышағы мына суретте экскаватордың шөмішінің бір элементі ретінде қолданылып тұр. Немесе драглайнның шөмішінің бір кесу элементі ретінде қызмет атқарғанын көреміз. Экскаватордың жоспарлау шөмішінде, яғни бекіту құралдары мен жазық кесу пышақтарымен жабдықталған. Экскаватордың шөмішінде кесу элементі қызметін атқарады. Сонымен қатар бульдозердің автогрейдердің қайырмаларында, яғни жазық кесу пышағын көреміз. Яғни мына суретте, мына слайдта бульдозердің қайырмасының жазық кескіш пышағына жабдықталған. Үшінші жұмыс мүшесі ол дискілі кесу пышағы. Дискілі кесу пышағы топырақты сілемнен бөлуге және тасымалдайтын жұмыс жабдығына немесе қайырмаға бағыттауға арналған. Грейдер элеваторларда жұмыс пышағы жабдығы ретінде қолданылады. Негізгі параметрлеріне пышақтың диаметрі, машинаның берілген өнімділігіне байланысты алынады және қисық радиусы топырақ типіне байланысты алынады және бұрыштар, яғни кесу бұрышы ол 35-40 градусты құраса, яғни ұштау бұрышы 30-40 градусты құрайды және артқы бұрыштар 5-7 градусты құрайды. Яғни грейдер элеватордың дискілі кесу пышағы. Жалпы түрде мынандай түрде кездеседі. Келесі жұмыс мүшесі ол қайырма. Қайырма жоңқаны жалпы сілемнен айыруға, оны топырақтың жиналуына және оны жер беті бойына тасымалдауға, орналастыруына арналған. Қайырма бульдозер мен автогрейдерлерде жұмыс жабдығы ретінде қолданылады. Негізгі параметрлеріне қайырманың биіктігі, яғни H0, H0 базалық машинаның тарту мүмкіндігіне тәуелді болып келеді. Қайырманың ені, яғни бұл базалық машинаның еніне тәуелді мән. Үшінші параметрі ол құм-қағардың биіктігі, қайырма типіне және топырақты әзірлеуге байланысты, яғни топырақтың қасиетіне байланысты болып келеді. Төртінші параметрі ол қайырма қисығының радиусы. Топырақты әзірлеу типіне және құрылымына байланысты алынады. Сосын
бесінші параметр ол қайырманы кесу пышағы, қайырманың кесу бұрышы, ұштау бұрышы және артқы бұрыштардың параметрлері болып табылады. Ол яғни кесу бұрышы 45-55 градусты құраса, ұштау бұрышы 35-40 градусты құрайды, ал артқы бұрыш 10-12 градусты құрайды. Қайырма негізінен жер қазып тасымалдайтын машиналар, бульдозер, автогрейдерлердің жұмыс мүшесі болып табылады. Мына суретте қайырманың схемасы берілген. Қайырма өз кезегінде беттен тұрады, жазық беттен тұрады және кескіш пышақтардан тұрады. Яғни артқы бөлігінде рамаға немесе итеруші рамаға жалғайтын қабырғалармен жабдықталған. Автогрейдердің қайырмасын қарастырсақ, ол кескіш пышақтардан бекіту құралдарымен жабдықталған, яғни кескіш пышақтармен жабдықталған жазық беттен құралады. Бұл автогрейдердің қайырмасы. Мына суретте жазық пышақ элементтерімен жабдықталған автогрейдердің қайырмасын көреміз, және бұл ортаңғы бөлігінде қосымша қайырмамен жабдықталған автогрейдердің жалпы көрінісі. Мына слайдта, яғни бульдозердің, шынжыр табанды бульдозердің бұрылмайтын қайырмасы және бұрылмалы қайырмасы бейнеленген. Сонымен қатар қайырманың басқа да түрлері, яғни жартылай сфералық қайырмалардың да көрінісін көруге болады. Яғни үлкен қайырма және сфералық қайырмаларды мына слайдтан да көре аласыздар. Келесі жер қазып тасымалдайтын машиналардың, жер қазатын машиналардың жұмыс мүшесі ол шөміш болып табылады. Шөміш топырақты кесуге, оны ішке қарай жинауға және орын ауыстырып тасымалдауға арналған. Шөміш экскаваторлар мен сырмаларда жұмыс жабдығы ретінде қолданылады. Шөміштің негізгі параметрлеріне шөміштің сыйымдылығы жатады, яғни УК. Одан кейін шөміштің ені, шөміштің биіктігі, шөміштің ұзындығы бұл негізгі параметрлер жатады. Бұл параметрлердің басқа, яғни бұрыштар негізгі параметрлерін құрайды. Ол тістері бар шөміштер үшін, яғни кесу бұрышы 35-50 градус болса, ұштау бұрышы 30-45 градусты құрайды, ал артқы бұрыш ол өз кезегінен 7-10 градусты құрайды. Кесу пышағы бар шөміштер үшін кесу бұрышы 45-55 градусты құраса, ұштау бұрышы 35-45 градусты құрайды, ал артқы бұрыш ол өз кезегінен 10-12 градусты құрайды. Слайдта шөміштердің схемалары берілген. Экскаватордың шөміші, фронтальды тиеуіштің шөміші бейнеленген, тістермен жабдықталған шөміштердің көрінісін көре аламыз. Яғни мына суретте экскаватор EO4122-ның, яғни шынжыр табанды экскаватордың шөмішін көруге болады. Тістен жабдықталған шөміші. Кері күректі шөміші, тура күректі шөміштер болып бөлінеді өз кезегінде олар. Яғни тістермен жабдықталған драглайн шөмішінің айқын бейнесі берілген. Драглайнның өте үлкен шөміші суреттен, яғни интернет желісінен алынған сурет. Бүгінгі дәрісімізді, яғни осы жұмыс мүшелерімен кесу кезіндегі топырақты кесу және қазу үрдістерін қарастырайық. Яғни машиналардың жұмыс жабдықтарының топырақпен өзара әрекеттесу нәтижесі топырақ жоңқасын жалпы сілемнен бөлу, ал топырақты кесу мен қазуда ажырату керек. Кесу дегеніміз не, және қазу дегеніміз не. Топырақты кесу кезінде жоңқаның бөлінуі топырақтың қатты бөлшектері арасындағы байланысты механикалық, яғни байланысты ажырату, яғни механикалық бұзу арқылы жүреді.
яғни бұл топырақты кезу кезінде, ал қазу кезінде жоңқалар бөлініп, жұмыс мүшелерінің алдында және оның бойымен қозғалады. Іс жүзінде топырақты таза кесу өте сирек кездеседі. Негізінен, яғни жоспарлау кезінде топырақты кесу байқалады. Топырақты кесу үрдісі сына тәрізді жұмыс жабдықтарының қозғалыс күштерінің әсерінен, яғни топырақтың деформациясы ретінде ұсынылуы мүмкін. Яғни мына слайдта топырақты кесудің схемасы берілген. Яғни мына жерде жұмыс мүшесі, сына тәрізді жұмыс мүшесімен жабдықталған жоңқаны слимнен ажырасу, кесу үрдісі жүргенін көріп жатамыз. Яғни жалпы жағдайда кесу сынасына қандай күштер әсер етеді, жұмыс мүшесіне? Жұмыс сынасы қозғалысты, яғни жұмыс мүшесі сына тәріздес болып кесе, оның қозғалысына пайдалы күш, яғни әсер етеді, топырақтың реакциясы әсер етеді, кесілген топырақ жоңқаларының өз кезегінде салмағы және сына туралы топырақ қозғалысынан үйкеліс күші әсер етеді. Осы кезде үйкеліс күші, реакция күші және топырақ жоңқаларының, кесілген топырақ жоңқаларының салмағы топырақты кесудің кедергі күштері деп саналады. Яғни олар жиынтық түрінде кедергі күшін құрайды және жалпы кесу кезінде кесу шарты орындалу керек. Яғни пайдалы күш, сына қозғалысының пайдалы күші барлық кедергі топырақтарға қозғалыс кесу кезіндегі әсер ететін кедергілердің қосындысынан үлкен болу керек, немесе соған тең болу керек деген шарт орындалу керек. Машиналарды жобалау кезінде кесу күшін дұрыс таңдау керек және бұл кесу кедергісі белгілі болған кезде ғана мүмкін болады. Бұл яғни кесу кедергісін анықтау өз кезегінде қиындық тудырады, өйткені ол топырақтың реакциясының мәнімен бағыты белгісіз және топырақтың түріне, физикалық, механикалық қасиеттеріне байланысты болып келеді. Топырақты кесу теориясының негізін қалаушы, яғни академик Горячкин болып табылады. Ол кесудің жалпы кедергі күшін анықтаудың келесі формуласын ұсынды. Бұл формула өз кезегінде топырақтың болатқа үйкеліс коэффициентінен және сынадағы топырақтың салмағының көбейтіндісінен тұрады. Және топырақты кесудің меншікті кедергісін ескереміз, кесу иенін ескереміз, яғни кесу тереңдігін ескеру керек. Сонымен қатар кесу кезінде, яғни энергетикалық шығындарды ескеретін коэффициент болады, соған тәуелді, және кесу жылдамдығының квадратына тәуелді болып келеді. Бұл формула, яғни ауыл шаруашылық соққасы үшін шығарылған болып табылады. Сондықтан оны жер қазатын машиналардың жұмыс мүшелерін есептеу кезінде, яғни қателіктерге әкеледі. Яғни топырақты кесудің кедергісін анықтау әдістемелері бар. Оны, яғни профессор Зелениннің әдістемесі бойынша топырақты кесу кедергісі мына түрде анықталады. Яғни профессор Зеленин, яғни Дорней топырақ кесу планомерні, яғни тығыз өлшегіш соққылар санының бойынша соққылар санының тәуелді деп айтқан, және кесу тереңдігіне тістің қалыңдығы міндетті түрде ескерген және кесу бұрышын ескерген өз теориясында. Кейін Абис-Гаусс және Гальпериннің зерттеулері бойынша топырақтың кесу кедергісі мына түрде анықталған. Яғни олар топырақты кесу кезінде топырақты кесудің меншікті кедергісін ескерген, кесудің көлденең қимасын ескерген, топырақтың үзілуге беріктігін ескерген, сонымен қатар топырақтың болат бойынша үйкеліс коэффициентін ескерген екен. Кейін профессор Ветровтың топырақты кесу кедергісі ұсынды. Ол топырақты кесу кедергісінің кезінде жұмыс мүшесінің жағдайына байланысты, яғни блокталған, бұғатталған, жартылай еркін және еркін кесу деп бөлген топырақты кесу процесін. Топырақты жартылай еркін кесу үлкен, яғни тәжірибелік деңгейде, өйткені бұғатталған және еркін кесу тек кесу үрдісінің басында және соңында байқалады.
Кейінірек профессор Домбровский тәжірибелік есептеулер үшін топырақты кесудің кедергі күштерін анықтау үшін өзінің формуласын зерттеп ұсынды. Яғни ол өзінің формуласында топырақты кесудің меншікті кедергісін ескеріп, кесу тереңдігін, кесу енін, кесілген топырақтың жоңқаларының көлденең қимасын ескерген. Яғни топырақты кесудің меншікті кедергісі тәжірибе арқылы анықталады және топырақтың түрімен күйіне байланысты. Кесу органның геометриясына және кесілген жоңқаның пішіне байланысты екенін айтып кеткен. Бұл кедергінің мәні не? Кесу жылдамдығы, тістердің болуы немесе орналасуы, жұмыс мүшелерінің қозғалыс формалары және тағы басқалар әсер ететінін ескерген. Топырақты қазу бұл кесуден басқа технологиялық үрдісте болатын басқа да операцияларды қамтитын кең ұғым болып табылады. Мысалы, топырақты қайырмамен қазу кезінде қазу кедергісі топырақты кесуді, топырақтың қайырма алдында жиналуы, қайырманың бойымен жылжуын, қайырманың топыраққа үйкелісін ескереді. Топырақты шөміштермен қазу кезінде қазу кедергісі, кесу кедергісін, шөміштің алдындағы топырақтың қозғалысын, шөмішті толтыру кедергісін ескереді. Ал ол топырақтың көтерілуіне және топырақтың итерілуіне қарсы тұрады. Яғни қазу кедергісінің күшін анықтаған кезде қазу кедергісі жеңілдетілген формуланы қолдануға болады. Ол формула мына түрде сипатталады. Яғни қазуға топырақтың меншікті кедергісін ескерген, кесу енін және кесу тереңдігі ескерілген топырақты қазу кезіндегі кедергі күшін анықтаған кезде. Бұл жалпы топырақты қазу мен кесу теориялардың негізін қалаған ғалымдардың өздерінің әдістемесі және теорияларына тоқталып өттік. Бұл дәріс бойынша мына слайдта студенттің өзіндік жұмысына берілген тапсырмалар тізбегі берілген. Бірінші сұрақ жұмыс мүшесінің анықтамасы, тіс жұмыс мүшесінің схемасы, шөміш жұмыс мүшесінің схемасы, диск жұмыс мүшесінің схемасын беріңіз дейді. Қайырма жұмыс мүшесінің схемасы, топырақты кесу шарттары, топырақты кесу теориясының авторлары және топырақты кесу теориясының артықшылықтарын ажырату керек. Және де слайдта әдебиеттер тізімі берілген. Бүгінгі дәріс осымен аяқталды. Сау болыңыз.